أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن ولا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Біздің барлықтарымыз білетіндей, Алла Тағала өзінің құлдарын күнәсі теңіздің көбігіндей болса да кешірем деген хадисін. Яғни пайғамбарымыз Мұстафа Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалам хадис шәрифінде айтады: Аби Зубиян радиаллаху анхудан жеткен хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам мына бір хадисте айтады: Уайлун лил мутааллин деді. Уайл деген сөз не? Уайл деген қазақша мағынасында Алла Тағала оны тозақы қылсын, Алла оны масқара қылсын, өкінішке бөленсін деген сондай бір жаман сөздер айтады. Біз соның ішінен өкініш болсын деген мағынасын алайық. Уайлул лил мутааллин. Мутааллиндерге Алла Тағала тарапынан өкініш болсын деді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Майша қанатында қарғыс десек те келеді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам көп жерде уайл айта бермейтін. Сондай бір жаман істерде Алла Тағаланың алдынан жек көрінген амалдарды көрсе уайл деп айтатын. Алла Тағала Құран-ы Кәрімде уайлул лил мутаффифин деді. Тараздан ұрушыларға Алланың өкініші болсын деді. Алланың азабы болсын деді. Уайлул лил мутааллин. Мутааллиндерге Алла Тағаланың өкініші, азабы болсын деді. Сахабалар сұрады: Я Расулаллах, Алла Тағаланың елшісі, уәмәл мутааллун деді. Алла Тағаланың елшісі мутааллун дегендер кімдер деді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сөзін жалғап: Аллазина яқулуна фулан фил жанна ва фулан фин нар. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады: мутааллин дегеніміз адамдар бір адамның көріп, бұл адам жаннаты, бұл адам тозақы деп бөлетін адамдар мутааллиндер деді. Яғни мутааллин дегендер адамдардың сыртқы бейнесімен оның баратын орнын шешіп қоюшылар. Бір адам намаз оқымаса, оны кәпір деушілер. Бір адам намаз оқыған үшін оның қандай күнә істеп оққанын білмегендіктен бәрібір де ол адамды дәрежесін өте жоғары дәрежеде санайтындарды. Қазіргі біздің қоғамдағы болып жатқан дүниемен салыстыратын болсақ, өздерін сүннет киім деп арабтың киімін алып, ол сол киімді кимегендерді сен сүннетті орындамайсың деушілер. Сақал қойып алып, сақал қоймаған, сақал өспейтіндерге сендер сақалдарын өсірмейсіңдер, сендер шариғаттың уәжибаттарын, фарайдтарын орындамайсыңдар деп бір саты төмен санаушылар. Орамал тағуға мүмкіндігі болмай жатқан қарындастарымыздың орамал тақпаған үшін күпірлікте айыптайтындар. Намаз оқитындығын немесе намаз оқымайтындығын нақты білмей тұрып, мешітке келмегендігі үшін оны кәпірлікте санайтындар. Міне осы адамдар мутааллиндер деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисінде айтып кетті. Бір адамның намаз оқығанын көріп, ол адамды сен намаз оқыған үшін намаз оқымайтын адамнан бір саты жоғары көріп, әлгі кісіге құрмет көрсетіп, намаз оқымайтынды ол адамнан бір саты төмен санап, тіпті өте төмен деңгейде көріп, ол адамды кәпір дейтіндер мутааллиндер. Бізге бұйырылған нәрсе адамның сыртқы бейнесімен, адамның жасаған, адамды көріп тұрған, пендені пенде көріп тұрған амалымен
жәннаты немесе тозақы деу шариғатымыз мүлдем тыйым салған амалдардан екен. Оған осы хадисімізді қуаттайтын бір оқиғаны келтіретін болсақ, пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам бір күні Медине мешітінің бірінде отырған кезінде бір араби кіріп келді. Сипаттайды. Әлгі араби беті мұжырайған, маңдайы кең маңдайлы, қолдары жуан, сондай бір шаршаңқы халінде кіріп келген пенде еді дейді. Сол кісі пайғамбарымызға келді да мешітке кіре салып, «Я Мұхаммад, иттақилла» деді. Яғни мағынасы, «Ей Мұхаммад, Алла Тағаладан қорыққын» деді. Құдайдан қорыққын деді. Бұл сөз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға айтылған бұндай сөз өте ауыр сөздердің бірінен еді. Пайғамбар үшін емес, пайғамбардың асхабтары үшін ауыр сөз еді. Өйткені пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сабыр етуді бізге үйретіп кетті. Сабыр етуде пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға жететін ешқандай жам жоқ еді. Халид ибн Валид ашуланып кетіп, «Я Расулла, Алла Тағаланың елшісі, маған бұйырыңыз, мен әлгінің басын мына қылышымен шауып алайын» деп, қылышын қынынан суырды. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам ашуланып кетті әлгі Халид ибн Валидке. «Ей Халид» деді, «қылышыңды орнына салып қойғын» деді. «Ол адамды көріп тұрған жоқсың ба, намаз оқып тұрғанын» деді. «Я Расулулла, ол адам намаз оқып тұр, бірақ та ол адам сізге келіп Алладан қорыққын деген сөзі маған ауыр келіп тұр» деді. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға, «Сіз бізге Алла Тағала тарапынан уахи етілген уахиді жеткізушісіз, сізден артық иман келтірген, сізден артық иманы күшті адам жоқ» деді. «Сізден артық әділетті адам жоқ» деді. «Қалай бұл адам сізге Алладан қорыққын деп тұрады? Сіз секілді әлі ешкім қорықпайды Алла Тағаладан» деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Халидке, «Ей Халид, сен оның жүрегіндегісін немесе оның ойында не нәрсені мақсат қылған білмейсің ғой» деді. Яғни бұл хадистен алатын нәрсеміз, ешқашанда бір адамның сыртқы бейнесімен, ол адамның амалымен біз үкім шығаруға, үкім шығарудың ішіндегі ең ауыры Алланың міндеті болған үкімге араласуға ақымыз жоқ екен. Бір адамның жәннаты, бір адамның тозақы болу, ол Алланың әмірі, Алланың міндеті, адамның емес. Хадисте, тағы бір хадисте келтіреді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады, бір адам кіріп келіп, пәлен адамды Алла Тағала кешірмейді, ол адам сондай деп ұрса бастады. Хадис құдсиде айтылады, кім мені әлгі фуланды кешірмейді деп айтады, мен қаласам оны кешіріп жіберем, қаласам оны азаптайын. Аятта бірнеше жерде келеді, адам күнә жасаса, қаласа мен оны кешірем, қаласа мен оны сол істеген күнәсімен жазалаймын деді. Екінші бір хадисте, Нафи'дан жеткен хадисте, Нафи' Абдулла ибн Омардан жеткізеді бұл хадисті. Абдулла ибн Омар айтады, мен пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның былай деп айтқанын естідім деді. «Ла тақулу уммати фил джанна ва ла фин нар. Дa'уухум хатта якуна Аллаху яхкуму байнакум яумал қияма». Менің үмметім бір-бірлеріңді мына адам жәннаты, мына адам тозақы деп алаламасын деді. Қашан Алла Тағала олардың арасында жәннат тозақты бізге білдірмейінше деді. Ол жәннат тозақы екендігі қашан адамның жәннаты немесе адамның тозақы екендігі қашан біледі? Ол қияметте махшар алаңында таразыдан кейін ғана біледі. Араф сүресіне келтіреді. Бұл дүниеде
күпірлікпен айналысқандар, Алланың бұйрығын орындамай, тыйымнан тыйылмағандар, қияметте сондай қиыншылыққа түскен кезінде, оларды жәннатты тозақы деп бөлген кезінде, әлгі тозақылар, ей жәннат иелері, я әхліл жәнна, бізге сусыннан болған бір сусын, немесе басқа да Алланың нығметінен болған бірдеңке беріңдерші деп айтады деді. Жәннаттың иелері не деп айтады? Ей тозақ иелері, Алла Тағала бұл екі нәрсені де, яғни сендердің сұрап тұрған екі нәрсені де тозақ әхілдеріне харам етті деді, яғни берілмейді деді. Көріп отырсыздар, тозақтықтар, жәннаттар бірін-бірін көретіндігін айтып жатыр. Қай жақта? Қияметте ғана, бұл дүниеде емес екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтып жатыр, Алла Тағала адамдардың арасын үкім етпей тұрған кезінде бірін-бірін жәннаты тозақ деп шақырмаңдар. Қашан қияметте Алла Тағала оларға үкім етпейінше деді. Тек қана қияметте ғана біз Алла Тағала үкім еткен кезінде біз адамдар, пенделер, құлдар Алла Тағаланың бірін-бірін тозақы жәннаты деген атаумен атайды екен. Хадис құдсиде тағы да келтіреді. Алла Тағала пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям тілінде былай деп баяндайды. Яқулуллахи азза ва джалла ла танзилу ибади жанна ва ла нар хатта акуна ана аллади ахкуму фихим яумал қиямат ва анзалахум маназилихим. Менің құлдарым бірін-бірін тозақы жәннаты демесін. Қашан мен олардың қияметте орындарын нақты баяндамайынша. Алла Тағала біздің орнымыздың қашан жәннаты, тозақы екенігімізді нақты бекітіп айтып қойған, тағдырлап қойған, бірақ ол адамзатқа белгісіз дүние. Білмейміз. Тағдырымызға жазылған, бірақ білмейміз. Хадисте келеді ғой. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям адамзат қашан ананың жатырына түссе, 40 күннің ішінде періште төрт келеді деді. Ол адамның ол бала қыз балалығы белгіленеді тағдырында. Ол баланың қашан бұл дүниеге келетіндігі, ол баланың қашан бұл дүниеге келіп, қашан қайтатындығы, қашан қалай қай жерге қайтатындығы. Одан кейінгісі оның нығметі, рызқы. Үшіншісі, төртіншісі оның бақытты, бақытсыздығы деді. Яғни хадисті шарықтап ғалымдар айтады, бақытты, бақытсыздығы деген сөзіміз жәннаты тозақылығы деп айтады дейді. Осы нәрсе бекітіледі деді. Яғни сізбен бізге белгісіз, бірақ осы белгісіз дүниеде біз сынақ үшін жүрген екенбіз. Адам өзінің амалына уайымдау керек. Біреуді жәннаты, біреуді тозақы деумен емес, бәлкім өзінің амалымен уайымдауы керек. Менің мына амалым дұрыс па? Мен оқыған намазым дұрыс болды ма? Дәретім дұрыс болды ма? Алла Тағала қабыл етеді ме екен? Деген уайымдауы керек. Ғалымдарымыздан, салаф салихиндерден жеткен бір сөзде, бұны әсәр дейді, жеткен мынадай бір сөз бар. Бір адамның 90 түрлі күнәсін көріп, оны тозақы дегенімше, ол адамның бір ғана жақсылығын ескеріп, ол адамды мұсылман дегенім артық болады деген, жақсырақ болады деген. Сондықтан да бір-бірімізді тозақы, адасушы, бидағатшы, тағысын қандай сондай бір мұсылман адамға жарасымсыз болған сипаттармен сипаттаудан тоқтауымыз керек екен. Тағы да бір сөзде мынандай сөз бар. Адамның
тозаққа түскенін қалайтын кім десе, шайтан дейді да. Ал енді адамның тозаққа түсуін қалайтын шайтан болса, біз неге пенделер бірін-бірімізді кәпір деп тозақпен ғана сүйіншілеп жатамыз дейді. Біз шайтан емеспіз ғой дейді. Онда шайтаннан айырмашылық не нәрсе деп айтып кеткен. Сондықтан да құрметті бауырлар, біз бір адамның сыртынан амалына қарап, құлшылық ғибадатына қарап, сыртқы киім кию, түр келбетіне қарап, ол адамның тозақы немесе жәннаты деуден сақ болайық. Жәннат пен тозақты беруші Алла Тағала сізбен бізге міндеттелінгенде не? Сол Алла Тағалаға құлшылық ғибадат қылып, тыйымдарынан тыйылу екен. Ва ахир дa'wana анил хамдулиллахи rabbil alamin. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.